Ассалаумағалейкум. Енді жан бар жерде қаза бар дейді. Енді қазаға барамыз, дұрыс па? Бір өлгенде бір тіріде дейді ғой. Бірақ қазалы үйге барған кезде біз көңіл айтуды білмейді екенбіз. Көбісі былай көңіл айтады. Енді жас кетті, немесе Алланың ісі ғой, амал жоқ, қалған өмірін ұл-қызына берсін деп жатады да. Бұл дұрыс емес. Себебі адам 40 күннен кейін жатырда жатқанында Алла тағаланың бұйрығыменен тағдыры жазылады. Қанша өмір сүретіні, кім болатыны, қалай өмірден өтетіні, уақыт сағатына, минут секундына дейін жазылып қояды тағдыры. Демек, егер де адам өлетін болса, оның бұл өмірдегі уақыт сағаты, минут секундына дейін бітті. Ода өмір қалған жоқ. Ода өмір қалатын болса, ол өлмейтін еді. Міне, біздің қателік осы жерде, қалған өмірін ұл-қызына берсін деген сөз қате. Өліп қалған адамда қалған өмір жоқ. Сіз одан да артында қалған ұл-қызына Алла өмір берсін, Алла ғұмырлы етсін, оларды салихалы, саналы етсін, артынан Құран бағыштап тұратын, жазмыштан озмыш жоқ деген арты жақсылық той болсын. Бәріміздің баратын жеріміз сол жер. Әрине, тас түскен жеріне ауыр деген сіздер үшін қайғырып көңіл айтамыз. Алланың ісіне шара бар ма, қазаның арты қайырлы болсын деп көңіл айтқан дұрыс. Ал енді аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Негізі осындай қателік сөздер айтып біз көптеген өзіміздің тағдырымызға немесе өзіміздің өмірімізге кесір тиіп жатады. Соның бірі өмірлік мысал. Мысалға, мынау Серікбол Сайлаубек деген әнші бар. Сол Сайлаубек деген әнші үнемі әшки тағып жүреді. Себебі оның бір көзі туылғаннан соқыр екен. Неге десеңіз, ол Серікбол Сайлаубек 4 қыздан кейін дүниеге келген ұл екен. Жаңағы Серікбол Сайлаубектің әкесі 4 қыз туғаннан кейін дастархан басында отырып Алла тағаладан: "Я Алла, маған бір көзі соқыр болса да ұл берші" деген екен. Міне, әкенің сөзі оқ деген тілегі қабыл болып кеткен. Періштелер әумин дегенде Серікбол дүниеге бір көзі соқыр болып келген екен. Сол үшін аңдап сөйлеңіздер, дұрыстап сөйлеңіздер. Дұрыс сөйлей білмесеңіз, үндемей отырған абзал. Себебі адамның ең жақсысын қалай білуге болады деген кезде, үндемейтін, көп сөйлемейтін адам адамның ең жақсысы деген. Аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қайғылы, қазалы күндеріміз аз болсын, қуанышты, бақытты күндеріміз көп болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.